Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қоспасында ешқандай ұн, қант жоқ, сұлу печеньесін дайындайтын боламыз. Ең алдымен сұлымызды жақсылап жуып, тазалап, кептіріп алып, осылай ыдысқа саламыз және де ұсақтап майдалап аламыз. Яғни сұлудың ұнын жасаймыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ, арасында кішкене ірілері жүрсе де бола береді. Бөлек ыдысқа салып дайындап аламыз. Осы сұлудан жасалған ұнымыздың үстіне енді сәл қамыр қосамыз, біраз қасық. Және де корица біраз қасық қосамыз. Енді бөлек осы ыдысымызға құрманы жуып тазалап, дәнегін ажыратып, құрмамызды саламыз, бір жұмыртқаны қосамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса дайын болады. Енді осы массамызды бірден сұлы ұнның үстіне саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Міне осындай бізде қолға жабыспайтын қамыр болады дайын. Енді әрқайсысын бірдей көлемде, яғни жаңғақтың көлемінде етіп, домалақтатып, бірден формамызға саламыз. Печеньеларымызды енді 180 градуста ысып тұрған пешке салып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне біздің, яғни құрамында ешқандай ұн, қанты жоқ, ағзаға өте пайдалы, сұлу қосылған печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, тәтті болып шықты. Яғни құрамында құрма болғандықтан дәмі тәтті болды. Отбасыларыңызға, балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Сондықтан бірден ойланбай жасауларыңызды сұраймын. Жасалу өте оңай. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.